522 есептің біріншісін шығарайық. Минус 3,8 қосылған 1,5 азайтылған 4, бөлшектің бөлімінде 7 азайтылған 4,9. Біз алдымен минус 3,8 мен минус 4-ті азайтып алайық. Оның нәтижесінен болады бізде минус 7,8 қосылған 1,5, ал бөлшектің бөлімі 2,1-ге тең болады. Қосатын болсақ, бөлшектің алымы минус 6,3-ге тең. Оны 2,1-ге бөлетін болсақ, нәтижесі минус 3-ге тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 6,8 азайтылған 7 қосылған 8, бөлшектің бөлімі 5,4 азайтылған 6,7 тең. 6,8-ге 8-ді қосып алайық, сонда 14,8 болады. Одан 7-ні азайтамыз, ал бөлшектің бөлімінде азайтатын болсақ, минус 1,3-ге тең. Бөлшектің алымы 7,8-ге тең болады, бөлімі минус 1,3-ге тең болады. Бөлетін болсақ, минус 6-ға тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Минус 0,5 көбейтілген 8 қосылған 1,6 көбейтілген 3, бөлшектің бөлімі 0,184 азайтылған 1. 0,5-ті 8-ге көбейтетін болсақ, минус 4-ге тең болады, қосылған 4,8, ал бөлшектің бөлімі минус 0,116-ға тең. Қосатын болсақ, 0,18-ге тең, ал бөлшектің бөлімі минус 0,116-ға тең болады. Бөліп жіберетін болсақ, минус 5-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 0,6 көбейтілген минус 9 азайтылған 3,6. Бөлшектің бөлімінде минус 1,15-ті көбейтеміз 4-ке. Көбейтетін болсақ, минус 5,4-ге тең болады, минус 3,6. Ал бөлшектің бөлімін көбейтсек, минус 6-ға тең. Алымы бізде минус 9-ға тең болады, бөлшектің бөлімі минус 6-ға тең. Бөлетін болсақ, 1,5-ге тең болады екен. Келесі 523 есептің біріншісін шығарайық. Теңдеуді шешіңіздер дейді. 4,5х қосылған 3,6 көбейтілген минус 19,6 тең 0-ге. Енді бұл теңдеуді шешу үшін 0-ді бөлеміз минус 19,6-ға. Сол кезде 0-дің өзі шығады. Немесе көбейту болғандықтан әрбір жақшаны 0-ге теңестіріп алсақ болады. Сонда біріншісі 4,5х қосылған 3,6 тең 0-ге дейміз. Екіншісінде минус 19,6 бізде 0-ге тең емес. Сонда бірінші жақшамыздың өзінің ғана жауабын аламыз. Сонда 3,6 тең болады 0-ге. 4,5х-тен минус 3,6 х-тен минус 3,6 бөлінген 4,5. Оның жауабы тең болады бізде минус 0,8-ге. Сонда х-тің нәтижесі тең болады минус 0,8-ге. Келесі екінші теңдеуді дәл осылай шешейік. 1,2х қосылған 16,8 көбейтілген минус 13,3 тең 0-ге. Енді көбейту болғандықтан әрбірін теңестіріп алсақ болады. Көбейтіндіні 3 тең емес 0-ге деп аламыз да, бірінші жақшамызды 0-ге теңестіріп, х-ті табады екенбіз. Тең 0-ге. Онда 1,2х-тен минус 16,8-ге.
Сонда x-імізден минус 16,8 бөлінген 1,2. Сонда x-іміз тең болады біздің нәтижесі 14-ке тең болады екен. Сонда x-ның жауабы 14-ке тең. Келесі үшіншісін шығарайық. Минус 32,7 көбейтілген 0,1 x қосылған 6,3 тең 0-ге. Минус 32,7 санымыз 0-ге тең емес. Сонда 0,1 x қосылған 6,3 тең 0-ге. 0,1 x-іміз тең болады минус 6,3-ге. Сонда x-тен минус 6,3 бөлінген 0,1. Сонда жауабы тең болады x-тен 63-ке, минус 63-ке тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. Минус 15,13-тен 1 көбейтілген 1,9 x қосылған 5,7 тең 0-ге. Сонда минус 15,13-тен 1 бізде тең емес 0-ге. 1,9 қосылған 5,7 тең 0-ге дейміз. 1,9 x-тен минус 5,7-ге. X-імізден минус 5,7 бөлінген 1,9-ға. Сонда жауабы тең болады екен x-іміз минус 3-ке. Мен есебіміз аяқталады.